Бәрі де махаббатқа бас иеді. Жан осы бір ежелден келе жатқан сөздерді құмға жазды. Ол сөз оның ойында мәрмәр тасқа қашалғандай мәңгі жазылып қалды. Бәрі де махаббатқа бас иеді. Тіпті оны ажал да жеңе алмайды. Өзен жағасынан бақыт құшағына бөленіп, шат күйінде оралған жанның осы бөлмеде у-шуге бел байлағаны есіне келді. Егер тәтесі Жафарға тиіспеймін деп ант бермегенде ішіп жіберетін еді. Тәте, ол болмаса Жафарды көре алар ма? Тәтесі қандай жақсы адам, бірақ енді одан ешқандай үміт жоқ. Жан өзен жағасына барар алдында осыдан кейін басқа ешқандай тілегі болмайтынын айтқан, жалынып сұраған. Осындай келісіммен екеуі Жафарға барған еді. Бірақ Жан Жафармен тағы кездеседі. Бүгін бір күн, ертең 2 күн, ал бүрсі күні түнде ол жағаға жалғыз барады. Ұрлап алу жақсы емес, ұрлаған ұят-ақ, бірақ тәтесінен кілтті ұрлап алуы керек. Тек олға кілтті бір жерге, қамал қабырғасының арғы жағына лақтырып тастамаса игеді. Одан ер адам да асып түсе алмайды. Тағдыр ма, немесе рақым мол Алла ма, немесе шайтан ба, әлде үшеуі бірікті ме, қызға көмекке келді. Тәтесі кілтті шынында да Ефратқа лақтырып жібермек болған еді. Лақтырып жіберуге оқталды да, бірақ олай істемеді. Шаруа адам емес пе? Кілтті қимады. Оңай болып па? Ол үшін бақандай 3 күміс дирхам төледі. Кілтті қазірше тышқанның ініне тығып қойды. Алғашқы түні ойына келгені кілт өзіне қажет болуы да мүмкін. Олға керіп күтушімен қол ұстасып өзен жағасына барудың қажет жоқ. Ол қорғаннан шықса болды, екеуі кездесе кетеді. Ер адамға бәрі оп-оңай, ал олға ашынасының үйшігіне жеткенше едәуір қиналады. Өйтіп-бүйтіп ашына еркекпен айына 1-2 рет жолыға алса жаман емес қой. Ал өзінің ойынша ол әлі кемпір емес, мүлде кемпір емес, кәріліктің белгісі жоқ. Сөйтіп олға кілтті Ефратқа лақтырып тастау ниетінен бас тартты. Кілттің тышқанында жатқанында Жанға жеңіл болған жоқ. Жан ананы-мынаны сылтау етіп тәтесінің бөлмесіне бірнеше рет келді. Бұл келулерінде әдеттегіден оғаш ештеңе жоқ болатын. Ханшаның олға тәтесінің әкесінің 9 әйелінен, өзінің 17 апа-сіңлісінен және 14 бауырының әрқайсысының тіпті бәрінен артық көретінін сіздер білесіздер. Келеді де тәтесінің төсегіне отырады. Бір жолы тәтесін бас әтек шақырып кеткенде оның қобдишасын ақтарып үлгерді. Жастығын көтеріп қарады. Кездің астынан іздеді. Кілт жоқ. Осылай 1 күн өтті, 2 күн өтті. Жан жабырқап мұңайып жүр. Ал Жафармен кездесетін түн жақындап қалды. Бақтағы ағаш көлеңкелері ұзара бастады. Жасмин гүлдерінің иісі күшейді. Бәрі де махаббат алдында бас иеді. Бірақ Жан қабырғадағы есікті тесіп шыға алмайды. Күтуге тура келеді. Мүмкін ұзақ күтуге тура келер. Жафар алдады деп ойлайды ғой. Кедергі болмаса келемін деп айтуы тиіс еді. Бірақ сол кезде жағада оған ешкім де ештеңе де кедергі жасай алмайтындай көрінді. Жанға тышқандар көмектесті. 3 құйрықты және қалампыр желегінен тіккен шалбары бар. Мұсылмандар халифының сақинасынан да кішірек тәж киген ертедегі тышқандар емес, кәдімгі қаптесер тышқандар көмектесті. Көптеген қыздар сияқты Ханша өрмекшіден қорқатын. Әсіресе таңертеңгі франктардың айтуынша қасірет әкелетін өрмекшілерден қорқатын. Құрбақадан, есек құрттан, жарғанаттан, ұлудан қорқатын. Ал бір ғажабы тышқандарды ұнататын. Кішкентай кезінде қақпанға түсіп, есінен тана қорыққан талай тышқандарды босатып жібергені бар. Сірә сол тышқандардың ұрпағы қызға рақым жасап, қарызын өтемекші болса керек. Кешке қарай Жан көңілсіз күйде тәтесінің бөлмесінде отырған. Жанның көзінің айналасы тағы да неге дөңгеленіп кеткенін олға тәтесі білетін. Ол қызын қара шашынан сипап еркелетіп отырды. Ананы қара, қарашы тышқандар қалыңдық ойнап жүр. Сандық қасындағы іннен 3 тышқан жүгіріп шықты да бірін-бірі қуалай бастады. Кенет тоқтай қалып, сұрғылт түсті 3 бұрышқа айналды да махаббат ләззатына бөленіп, бір қабырғадан 2-ші қабырғаға қарай жүгіреді. Бұл жолда тәтейді бас әтек шақырып кетті. Ол сау кезінде тыныш отыра алмайтын мазасыз шал еді. Адамның дыбысы естілісімен тышқандар ініне зып беріп кіріп, жоқ болды да қайтып шықпады. Жан тәтесінің бөлмесінде отыра берді. Түннің жақындап қалғаны ойынан кетпейді, мазалайды. Жафар от жағады да қысқа ойынды 3 қайтара ойнайды, бірақ Жан бара алмайды. Бөлме тып-тыныш. Тек шілделік қана анда-санда шыр-шыр етеді. Бір кезде індегі тышқандардың мазасы кетті. Шиқылдайды, апыр-топыр алысады, салмақты бірдеңені итеріп домалатады. Жан зеріккендіктен олардың немене істеп жатқанын көргісі келді.
Сөйтіп інге жақындады. Іннің аузы едәуір үлкен екен. Жан інге екі саусағын тығып жіберіп еді, қолына кілт ілікті. Сол кілт өзіне қалың етіп май жағыпты. Тышқандар сірә кілттің үстіңгі жағын бірден-ақ жалап бітіріп, енді сүйкімді иісі аңқыған ауыр затты аударуға әрекет жасаса керек. Міне енді жанға қосылып, қорқақ сұр тышқандарға рахмет айтайық. Олар болмаса Жафар қойшының өз ғашығымен кездесуі екіталай еді. Біз де өз әңгімемізді мезгілсіз үзіп, ерте аяқтайтын едік. Өзінің ашынасы кер күтушіге сол күні бармаған үшін олыға тәтейге де мархабат етейік. Осы түні кездесуден кейін өзін не күтіп тұрған жөнде жан ойлаған да жоқ. Ол қорықпады. Пальма шарабы да оған қажет болған жоқ. Тек 3 кесе қою кофе ішті. Енді ойы айқындала, өзі батылдана түсті. Ең бастысы күндегі қалыптан өзгермеу және ештеңе сездірмеу керек. Кешкі ас ішті. Тәтесімен ананы-мынаны мылжыңдасып сөйлесті. Кешкі намаздан кейін ұйықтауға кетті. Ештеңесі дайын емес. Шаруа қыздар киетін көйлек те, шәрке де, қара плащ та жоқ. Оларды тауып алуға да болмайды. Тәтесі олардың бәрін өз бөлмесіне апарып, абдыраға салып жауып қойған. Оларсыз-ақ бірдеңе істейді. Алтын зерлеп тіккен сақтиян кебісті киюге болмайды. Бәдәуилерде қонақта болған кезде Алиман оазисінде жүргендегідей жалаң аяқ барады. Ең жаманы көйлегін ауыстыра алмайды. Күн көрінетін жұқа Египет матасынан тігілген мұндай көйлекті қызметші әйелдер де, олардың жиен сіңлілері де кимейді. Абай орнына шапандар тұрған қуыстың аузына ілінген қара мақпалды пайдаланады. Таңертең оны қайтадан орнына қояды. Енді тек түн ауғанша күту ғана қалды. Тауық екінші рет шақырған кезде Жафар түйекештердің өлеңін қысқа худан 3 рет ойнады. Күндегідей кең терезелер ашық тұр. Күндегідей оң жақта жеті қарақшының алтын ожауы, ал сол жақта күміс вега көрініп тұр. Тыныштық фонтанның ғана сылдыраған дыбысы естіледі. Кейде тотығыс өз үйшігінде ұйқылы-ояу қозғалақтап, «Бісміллә, бісміллә, бісміллә» деп үңгірлеп қояды. Бөлменің босағасында күміс ағаш үстінде түнгі май шам жанып тұр. Одан түскен мазасыз көлеңкелер қабырғада төбеде дірілдеп қозғалады. Бөлмеде немене болып жатқаны көрінбес үшін оны ертерек өшіріп тастау керек. Тыныштық, қараңғы. Аспанның мақпал күмбезінде жұлдыздар алтын түстес қалампыр гүлдей жайнады. Жан өзінің ұйықтап қалмайтынын біледі. Сол ғана жетіспегендей. Кешкі астан соң тәтесін таңдандырып кофе қайнатып беруді өтінді. Екі беті әлі күйіп тұр, ал ойы сергек, айқында жеңіл. Тауықханада бір қораз шақырды. Екіншісі қайталады. Сөйтіп бүкіл қалада қораздардың шақырысуы басталды. Жан диваннан қарап тұрды. Ұзын көйлегінің етегін беліне қыстырды да аяғынан басына дейін қара мақпалға оранды. Бақ ішінде қап-қараңғы. Орақтай елген жасай бұлтқа тығылып қалыпты. 3 қадам жерде ештеңе көрінбейді. Жан терезеден жеп-жеңіл секіріп түсті де тың-тыңдап жан-жағына қарады. Ешкім жоқ сияқты. Қараңғыға сүңгіп жоқ болып кетті. Жағада сыбызғы әндетіп шақырады. Қыздың жан дүниесі алып ұшып, тау аңғарындағы жаңғырық сияқты сыбызғы сазын қайталайды. Қыз қорыққан жоқ. Шайтанның бауыры жарғанаттар оны аяңсоқтап ұшырып жүр. Тез қағатын қанаттарымен жұлдыз көлеңкелейді. Жалаң аяғы сілемейленіп жатқан жабысқақ құртты басып кететіндей сезілді. Қараңғылықта, түнекті мекендейтін жын да, сілекейлі құрт та, алдағы оқиғаға қатысты қорқыныш та ештеңе жоқ. Тек жылтылдаған от сәулесі көрінеді. Сыбызғының жалынышты шақыруы естіледі. Және жан дүниенің ыстық сазы ғана сезіледі. Жафардың саусақтары жып-жылтыр қамыс бойымен зыр жүгіреді. Әсем әуенді дыбыстар қараңғылыққа сіңіп кетіп жатыр. Олар түйе керуенін қорқытқан топ құс сияқты. Жас жігіт оттан бұрылып қараңғыға көз тігеді. Келуге уәде жасаған еді. Келуі тиіс. Келеді. Сөз жоқ, келеді. Неге кешіккен? Әлі жоқ. Жаға тып-тыныш қараңғы. Уәделескен еді. Келеді. Келетін шығар. Келмесе суға кетіп өлген артық. Жафар сыбызғысын тағы алды. Тағы да әуен саздары түн қараңғылығына сіңіп кетіп жатыр. Өзі әбден үйренген өзен балдыры иісі арасынан хош иіс білінгендей болды. Ол күшейіп келе жатқан сияқты. Күшейіп барады. Ол бұлаққа айналды. Бұлақ келіп көлге құйды. Көл жағадан асып кетті. Жафар гүлдер толқынына малтығып қалды. Бұл гүлдер Эсманікі еді. Эсма! Абай есін шешіп, түстегідей қараңғыдан шыға келді. Қас қағым арасында ғана ешкім жоқ еді.
Міне енді шашы жайылып кеткен жан оның алдында тұр. Үстіндегісі көйлек емес, елес сияқты. Қыздың сымбатты денесінен сәуле шықпай ма деп Жафар сескене қарады. Жафар, саған немене болған? Менмін ғой. Жоқ, елес емес, сол өзінің даусы. Көзінің үстіндегісі де өзінің меңі. Тірі Эсма. Бір құшақ кепкен шыбықтан қарғып өтіп, ол ғашығына ұмтылды. Тәтесі жоқ, ешкім жоқ, сескенетін ешкім жоқ. Екеуі ұзақ сүйісіп тұрып қалды. Ұзақ тұрды. Екеуі де осы тұрыстары аяқталмаса екен деп тілейді. Жафардың қолдары қандай үлкен. Ол мұның көйлегін еппен ғана сипалайды. Көйлектің қажеті не осы? Ол қос көкіректі емірене иіскеп сүюге кедергі жасайды ғой. Жаным, қоя тұр. Эсма оның қолын тоқтатқысы келеді. Бірақ көндіре алар ма? Ол аймалап тұрған болаттай. Қарсыласудың қажеті не? Бәрібір. Елес көйлек сырғып құмға түсті. Ханша жан жалаңаш денесін шаттық билеген ләззат пен құмарлық жалынына өртеніп, жанып кетуге дайын. Оған көнген. Жафар белдігін ағытып, беліне байлаған ешкі терісін шеше бастаған кезде қыз қорқып кетті. Жан ұшырарлықтай қатты қорқыныш сезімі пайда болды. Қалшылдап кетті. Жағада жалғыз келгені үшін өзіне іштей лағнет айтып жатыр. Жалаңаш күйінде қараңғыға батып қашып кетуге дайын. Кітапта мұның бәрін де оқыған біледі. Ол өз ойымен, арманымен қанша рет күнәқарлық жасады. Әйел болды. Ал жеме-жемге келгенде үс жүзінде қорқынышты екен. Беріліп көну де қорқынышты. Ойлау да қорқынышты. Бұдан кейін немене болады? Бәрінен де қорқыныштысы құмарлық жалыны күйдіріп бара жатқан мына жалаңаш еркек. Ол жанның екі қолын ұстап алған. Қазір қыздың алдында тұрған кәдімгі Жафарға ұқсамайды. Көздері де оныкі емес, басқа. Бет алысынан қайтпайтындай қорқынышты. Жан өксіп, жалынып тұр. Жаным, қойшы, өйтпеші, жаным. Жарайды, асылым. Жафар бала емес. Болғалы тұрған оқиғадан қыз тұңғыш рет шайқасқа кірген сарбаздан да жаман қорқады. Жафар өз нәпсісін әзер басып, жанды құмға отырғызды. Қарулы қолымен ептеп аймалайды. Бүкіл денесін аймалап сүйеді. Әсем иіс аңқыған дірілдеген кеудесін қайталап сүйе береді. Қыз денесін тағы да махаббат оты шарпыды. Ол жандырып өртеп барады. Басылар емес, ең соңғы жалын. Бүгін күні бойы Алланың мазасы кетті. Бүкіл әлем ашулы еді. Мұны шайтан пайдаланып барған сайын есіре түсті. Қара күйе зақымдаған бауды өртеп жіберетін диқан сияқты жерді де өртеп күйдіріп алса дұрыс болар еді деп ойлады. Осылай ойлағанымен күте тұруды ұйғарды. Күніне 5 рет намаз оқып, құлшылық ететін мұсылмандарға рақымшылық жасады. Бірақ барлық жерде де адамдар ақылға сыймайтын қисынсыз істерді істеп жатты. Куябтегі хакан орыстардың князі исламды қабылдау орнына өзінің астанасында христиан поптарына орын берді. Пекинде қытайлар 80 жастағы қажын өлтірді. Ол қажы өрілген ұзын шашты кәпірлерге құдайдан өзге құдай жоқ екенін, Мұхаммед оның пайғамбар екенін дәлелдеп түсіндіруге әрекет жасаған еді. Қажымен бірге олар үнді факирді де өлтірді. Алла оған аса қуана қоймады. Кордовадағы әмір христиан әйеліне үйленді де оған өзінің пайғамбарына құлшылық етуге рұқсат берді. Ең жаманы Бағдаттың өзінде болатын. Сондағы кемістіктермен бұдан көп бұрын-ақ айналысу қажет еді, бірақ Алла ең алдымен уақытқа қатысты мәселені реттегісі келген. Жұлдыздан жоғары әлемде мүлдем уақыт жоқ екені белгілі. Онда өткеннің болашақтан ешқандай айырмасы жоқ және ешкім ешқайда кешікпейді. Бұл жағдай тәнсіз рух үшін өте қолайлы. Жердегі қырсық мынада еді. Жерде уақыт бар. Соның салдарынан шатасу барған сайын арта береді. Алла адамдардың шаруасын басқару үшін аспанда жердегі сағаттай жүретін эфир сағатын орнатуды көздеді. Онсыз тапсырмамен жіберілген періштелер үнемі шатасып бітті. Бірде олар қажетті уақыттан 200 жыл ерте келеді. Бірде тәртіпсіздік аяқталғаннан кейін 500 жыл өткен соң келіп оның алдын алуға әрекет жасайды. Уақытсыздық пен уақыт екеуін үйлестіру мәселесін Алла олай ойлап, бұлай ойлап кейінге қалдыруды ұйғарды. Ол мәселені жайбарақат тыныштықта талқылау керек еді. Ал сол күні құдірет мазасыз күйде болатын. Алланы Куябта, Пекинде, Кордовада ренжітіп ашуын келтірді. Әсіресе қаһарына тиген Бағдаттағы матазалиттер болды.
Олар барған сайын сарайда күшейіп қуаттана берді. Тіпті Харун әл-Рашидтің баласы және мұрагері әл-Мамунның өзі мазалиттердің дінбұзарлық күпірлігіне сенуге жақын. Тіпті халифтің өзі опасыз адамдарды отқа өртеп, семсермен кескілеудің орнына кеш сайын солармен бірге тұрып кофе ішеді. Матазалит күпірліктерін тексеріп қайтуға жіберген Жәбірейілдің баяндамасын тыңдап болып Алла қаһарланып кетті. Күпір есектер, рақымдан жұрдай болған иттер, Құдай белгілерінің өте көп екенін дәлелдейді. Бос сөз, сандырақ, Құранға қарамай ма? Олар үшін қасиетті ақ кітап алдын ала белгілеуді, анықтауды жоққа шығарады. Олардың ойынша болашақ кітап жиналған сөре, алғың келгенін таңдай аласың. Олай бола қоймас, олай емес шығар. Құдіреті күшті Құдайдың үкімі қысқа болды. Ертеңнен бастап матазилиттер үшін бәрі керісінше болады. Әйелдер ұл күтіп отырса, қыз немесе қыз теке туады. Қара құйрық аулап садақ кездесе, жебелері сиырларына тиеді. Баласының хакім болуын тілесе, ол базарда жылан арбаушы болып шығады. Күпірлер алдын ала белгілеп, анықтау дегеннің немен екенін сонда біледі. Ал матазилиттердің қарсы жауы мутакалимдерге бұдан былай қарай құт береке дарып, тыныштық өмір сүрсін, жауын жеңіп құлатсын, ісіне сай құрметке бөленсін. Матазалиттердің ісін бітіргеннен кейін Алла шаруасын доғарып, дамыл таппақшы еді. Осы кезде оның көзі терезеден қарғып түскен жалаң аяқ жанға түсті. Оқиға қарапайым да түсінікті еді. Күні бойы шаршаған аспан және жер әміршісінің өзі бұл мәселемен айналысқысы келмеді. Бір жолы ханшаны құтқару үшін ол көк шыбындарды жіберген. Екінші жолы олыға тәтесіне өлген күйеуін түсінде көрсетті. Қазіргі мәселе бұрынғылардан да күрделі еді. Қыздағы құмарлық отының лаулап жанғаны сондай, ол тіпті шыбынды да түсті де шошытып жіберер еді. Енді тәнсіз күштің араласуы қажет болатын. Сөйтіп жанның күнә жасамауын, пәктігін қорғауды Жәбірейіл Митраилға тапсырды. Аспан елшілерінің ішінде ең сенімдісі сол еді. Ол субъективті ұзақтық пен объективті уақыт екеуінің айырмасын нақты есінде сақтады. Біріншісінің үздіксіз екенін, ал екіншінің үздік екенін және өзін жеке алғанда уақыт та емес, кеңістіктегі уақыттың проекциясы екенін білетін. Ол кезде аспанда да жерде де осы мәселемен айналысқандар аз еді. Жәбірейіл Митраил ұзақтық пен уақыт шатастырудың кешірілмейтін және түзетуге келмейтін қате екенін осы уақытқа дейін қас қағымда есінен шығарған жоқ. Көзді ашып жұмғанша ол тазы жұлдыздар тобы қасынан ұшып өтіп, Вероника шашына шатасып қала жаздап, Центаврдағы Альфа жұлдызына айналып өтті де, Жафар мен Жан екеуі жатқан жерден 5 қадам ғана Евфрат жағасына кеп қонды. Енді қыстақта көршілер жүгіріп келіп, Саклиядан шыққан өртті сөндіретін дері сияқты музыкант қойшының махаббат отын сөндіру ғана қалды. Жәбірейіл көрінбейтін ожаумен сезілмейтін суды алып, Жафардың жүрегіне шашып жібергелі тұрды да, жабысып аймаласқан, бірігіп қалуға айналған уыздай жас екі денеге қарап есі кетті. Суретші сияқты қызықтап қарады. Осыдан нақтылай 650 жыл бұрын дәл қазіргідей қараңғыда жылы түнде өзінің Римге ұшып келіп, император Публий Элий Адрианның сарайында не болып жатқанын білгісі келген есіне алды. Көгал алаңға келіп қонды. Сол арада легионерлер қарауылы семіз қойдың бір санын отқа қуырып отыр екен. Одан ас үйдің сүйкімсіз иіс шықты. Көгалдың бір шетінде Жәбірейіл ақ мәрмәр тұғырда тұрған қола топты көрді. Оған жақындап келді де дәл қазіргідей есі шыға қарап қалды. Қоңырқай қоладан құйылған жалаңаш жас жігіт пен ақшыл қоладан құйылған қыз екеуі өзара жабысып аймаласып жатыр. Қыз көзін жұмды да басын шалқайтып жас ұланға берілуге дайын екенінің белгісін білдірді. От сәулелері жігіттің қимылға кіріскен бұлшық-еттер бойымен қозғалып сырғанай бастады. Әбден шиыршық атқан қола түсте жігіт денесі құмарлық ләззатынан дір-дір етеді. Император бағында да дәл қазіргідей жалтырақ қоңыздар ұшып жүрді. Бәрі дәл сол кездегі сияқты, бәрі де сондай, тек мұндағы от Рим отынан кішірек. Аспаннан келген өкіл қиялға батты. Осы кезде жанның ыңырсыған дыбысы құлағына келіп көзін ашты. Шаруаның бітіп қалғанын көріп зәресі кетті. Енді тіпті Алланың өзі болған оқиғаны болмаған қалыпқа келтіре алмайды. Оның құдіреті күшті, бірақ ол өзін де логикаға, заңдармен шектеген. Рас, осыдан 2 ғасыр бұрын Алла өзінің айтылмаған рақымымен өте әділде ақиқатқа берілген бір кемпірді күнәсіз қыз қалпына қайта келтіргені бар. Ол кемпір ақыл тоқтатпаған жас кезінде күн тимесін бүлдіріп алып күнәкар болған екен. Митраилға бәрін басқару билігі берілмесе де, қалпына келтірген күннің өзінде қанша жаннан киелі әулие шыға қоймайтынын бірақ бірден ақ білді.
үміттенуге болмайды. Сөйтіп Жебірейіл дыбыс шығармай қалай келсе дәл солай ұшып кетті. Қайғыдан бас салбырап кете барды. Қызға жаны ашыды, обал болды және Алланың қаһарына ұшыраудан да сескеніп кетті. Ал Жафар мен Жан рахаттан соң бұйығып маужырап жатты. Аймала сулары толастамайды. Айырылысар алдында олар шомылып алғылары келді. Евфратқа ай сәулесі түсіп тұр. Өзен суына түсіп бара жатып қанша ауырсынып, тыжырынып қалды. Салқын суға түскеннен кейін ауырған жері сәл басылғандай болды. Жаны жай тапқандай шаттанған Жан дыбыс шығармай, қолын сермеп, теңізшілердей жүзді. Оның қасында Жафар алысқа сермеп, асықпай жүзіп келеді. Қолын әр сермеген сайын су тамшылары шашырайды. Жаңа ғана әйел болған қанша барлық уақытта осылай болса ғой шіркін. Өмір теңізінде сүйген жарыңмен қатар жүзсең, оған ешкім кедергі жасамаса, қамап ұстап отырмаса, ақыл үйретіп келікпесе деп ойлады. Биік қабырғадай қалың болып қамсы өскен суға ай сәулесі құйылып тұр. Жафар мен Жан келешек еліне қарай жүзіп барады. Тезірек үйлеріне жүгіре жөнелгісі келген балаларға ұқсап, екеуі қол ұстасып өздерінің отына қайтып келді. Денелерін сүртетін ештеңе жоқ. Жан көйлегін умаждап тастаймын ба деп қорықты. Жафар отқа құрғақ жаңқалар тастады. Құрғақ отын шартылдап жана бастады. От айналасын ақ түтін қаптап қоршап алды да кенет одан лаулаған жалын шықты. Қыз от қасындағы ешкі терісі үстінде тізесін құшақтап отыр. Ол өзінің бөлмесінде де солай отыруды ұнататын. Неге күлесің, сүйіктім? Жай. Қара көздері ұшқын шашады. Шат көңілден шыққан ойлар шарлап тұр. Осылай болса қандай жақсы. Сарай да жоқ, тәтесі де жоқ, Ибрагим Атек те жоқ. Тәтесі жақсы-ақ, ал тәтесі тіпті жақсы сияқты. Оңаша екеуміз ғана. Ол басын Жафардың иығына салды. Салқын су иісі кетпеген денесін асықпай мейірлене сүйді. Сүйіктім менің, жаным. Жафар сүйген жарына ойлана қарайды. Хош иісі аңқыған қара шашынан иіскелеп сүйеді. Аяулым менің, маған шынын айтшы. Немененің шынын, Жафар? Эсма, сен кімсің? Менің сауатым жоқ, бірақ мен білем ғой, бүкіл әлемде сен сияқты қызметші қыз жоқ. Сүйіктім, қызметші емес, қызметші әйелдің жиені де. Шындығын айтшы, Эсма, өтінемін. Қыз күледі, шыбықпен құмға түсініксіз бір белгілер салады. Айтқаным ақиқат, Жафар. Мен Құдай қызметшісінің жиенімін. Қорықпа, біз бәріміз де Құдайдың құлымыз ғой. Сен бәрін қалжыңға айналдырасың. Кімді сүйгенімді білгім келеді, оны білуім керек. Ол қатуланғандай кейіп білдіріп, жұқа қабағын түйді. Сұрама, ойлама, білуге әрекеттенбе. Осыған маған сөз бер. Әйтпесе мен ешқашан да келмеймін. Сөз бересің бе? Жарайды, сөз берейін. Бірақ... Жоқ, Жафар, ешқандай бірақ болмасын. Егер мені шын сүйсең, үндеме. Сұрама. Әйтпесе, бәрі де бітеді. Ал жарайды, сенің тамақ ішкің келе ме? Қыз тағы күледі. Ішкім келеді, аяулым. Ішкім келгенде қандай? Қарашы саған немене дайындағанымды. Қазір пісіреміз. Ой, ғажап екен, өмірде мұндайды көрген емеспін. Өте дәмді болады, Эсма. Осы кеште ғана жинап алдым. Бұл немененікі? Аққұтандікі. Аққұтандікі? Оны жей ме? Я, қуыршағым менің. Ештеңе де білмейді екенсің ғой. Я, ештеңе білмейме екен? Сыңғырлай күлді. Екеуі аймаласады. Мұсылмандар әміршісінің оң қолы, Анах әмірінің қызы. Ханша Жан өмірінде бұндай көңілді болған емес. Сарай аспаздары ешқашанда ақ құтанның пісірілген жұмыртқасы мен қатқан нан сияқты дәмді тағам дайындаған емес. Сондай тағамды түн ішінде жалаңаш күйінде өзің сүйген жас жігітпен аймаласып отырып, от басында жеген қандай рахат. 10-шы бөлімнің соңы. Құрметті тыңдармандар, Жан мен Жафар ертегісі ұнап жатса, жалғасын жіберіп алмау үшін лайк басып, подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер.